Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта тақырыбымыз аксонометрия, аксонометрия түрлерімен танысқан болатынбыз. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбы аксонометрияда шеңберлер салу, тікбұрышты диметрияда шеңберлер салу. Шеңберді тікбұрышты салу үшін оның коэффициентіне қарайтын болу керек. Өздеріңізге алдыңғы сабақтарда айтып кеттім, диметриялық проекцияда коэффициенттері бір жерде өзгеретін болады. Координат ось XZ-ді коэффициенттер өзгермейтін болады, ол жерде 0,94 болады. Y-ға келген кезде коэффициент екесе азаяды, ол кезде 0,47 болады. Сондықтан сопақты шеңберді салған кезде фронталь жазыққа қарағанда ол домалақ келеді, горизонталь профиль жазықтығына ол сопақ келеді, өйткені ол коэффициентке байланысты. Тікбұрышты диметриялы шеңбер салу. Біз диметрияны координат ось X, Y және Z осьтерімен саламыз. Эллипстің кіші осі Y осімен сәйкес келеді, ал үлкен осі оған перпендикуляр келеді. Координат ось X және Z осьтерінде шеңбердің радиусын координата басынан бастап белгілейміз. Сопақшы доғаларының түйіндесу нүктелері болып табылады. М, Н, К және Л нүктелерін аламыз. М және Н нүктелерінен Y осімен оған перпендикуляр қиылысқанда сопақшы доғаларының орталықтары болып табылады. Оны біз О1, О2, О3 және О4 нүктелерін беретін көлденең сызықтарын жүргізетін боламыз. О3 және О4 центрынан радиус 2-мен тең 0,3 м радиусты доғалаймыз. Ал О1 және О2 центрмен радиус 1-мен келтіреміз. О2-ге N радиусты доға сипатталады. Қиғаш проекциялар. Қиғаш аксонометриялық проекция. Бұл проекция сәулелері проекция жазықтығына перпендикуляр емес түседі. Бұрышпен бағытталған аксонометриялық проекцияның бір түрі. Бұл әсіресе оны әртүрлі бұрыштардан көрсету қажет болған кезде объектінің көрнекті түрде тартымды бейнесін алуға мүмкіндік беретін болады. Қиғаш фронталь изометриялық проекциядағы қималардың көлеңкесі суретте көрсетілген. Фронталь проекция жазықтығына параллель жазықтықтарда жатқан шеңберлер аксонометриялық жазықтыққа шеңберлер түрінде проекцияланады. Ал көлденең және профиль проекция жазықтарында параллель жазықтарында жатқан шеңберлер эллипс түрінде проекцияланады. Фронталь диметриялық проекция. Аксонометриялық осьтердің орналасуы 18-ші суретте көрсетілген. Y осінің көлбеу бұрыштары 30 және 60 градус болатын фронтальды аксонометриялық проекцияларға рұқсат етіледі. Y осі бойынша бұрмалау коэффициенті 0,5-ге көрсетеді, ал Y және Z осьтері бойынша 1-ге тең көрсетіледі коэффициенті. Қиғаш фронталь диметриядағы көлденең қиманың көлеңкесі суретте көрсетілген. Фронталь проекция жазықтығына параллель жазықтықтарда жатқан шеңберлер аксонометриялық проекция жазықтығына шеңберлер түрінде түсетін болады.
ал көлденең немесе профиль проекция жазықтығына параллель жазықтықтарда жатқан шеңберлер эллипс түрінде бейнеленетін болады. Бірінші Д шеңбері, екінші, үшінші эллипстер, үлкен ось X және Z осьтері сәйкесінше 7 градус 14 секундпен түсетін болады. Бұрышта орналасқан және 1,07 диаметрге тең. Ал кіші осі 0,33 диаметрге тең. Сопақ салудың алгоритмі. Бірінші координат ось X-ті салып алу керек. Одан кейін осьтар 30 градуспен түсіретін боламыз. Осы осьтарға ортасынан 30 миллиметрден радиусты қоятын боламыз 4 жаққа. Осы 30 миллиметрден қойған жерге нүктелеп әріптерді қоятын боламыз. А, Б, С, Д деп. Одан кейін координат осьтарға параллель сызатын боламыз. Сөйтіп ромбикті істеп аламыз. Екінші суретте көрсетілгені доғаны салу келтіру. Б нүктесінен радиусталамыздағы Д мен Аға доғаны келтіретін боламыз. А нүктесінен Б мен С-ті қосатын боламыз доғамен. Үшінші суретте Б әрпінен Аға тік сызық сызған кезде координат ось X-та нүкте пайда болады. Бірінші, екінші нүкте пайда болады. Осы бірінші, екінші нүкте арқылы біз радиуспен кіші доға істеуге болады. Бірінші нүктеден А арақашықтығын аламыздағы кіші доға келтіреміз радиус 1-мен. Мына жерде радиус 2, екінші нүктеден Д арақашықтығын аламыз да кіші доғаны келтіреміз. Өстіп біз сопақты келтіретін боламыз. Бірінші суретте сопақ көрсетілген, ол жерде горизонталь жазықтығындағы сопақ болады. Мына жерде фронталь жазықтықтағы сопақ, мына жерде профиль жазықтығындағы сопақ. Бұл жерде тағы да координат осьтар тауып аласыздар, параллель сызасыздар. Бірінші радиустарды қойып аласыздар, соған параллель сызасыздар, ромбик шығады. Ромбиктан жаңағындай мен алдында айтқандай нүктелерді қосып, үлкен кіші доғаларды қосатын боласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Тақырыбымызды аяқтадық. Аксонометриялық проекция деген тақырып осымен аяқтаймыз. Ендігі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.